ойбай айналарың вообще жаман ғой. Маған біреу жазып қалды, мен өйстіп жүріп қалдым да. Короче, ассалаумағалейкум, сендермен бірге мен в общем грустный ютуб. Короче, кеше әбден смс шықты, соның бір видеосын в общем мына екеуі маған жабылады, ұятсыздар ай. Ұят жоқ жабылады, бет жоқ қызармай. Короче, тамағым қуып, аузым бір ауырып қудым меш. Тастауышсын не деп біттің жынды ма. В общем мына видео, короче, екі бір өздерің көріп тұрсыңдар ғой, соны көріңдер енді. Я лайк басып, сосын подписаться етіп, 700 подписчик давить етіп тастаңдар, жаңа жылға уже. Біреуінің 27-сі, короче, да, 29 ма, 28 ма шығуы мүмкін мына видео. И, короче, нет, жаңа жылға 700 подписчик добить. Қазір 61 подписчик болып тұр. Енді 700 подписчиктен кейін, жаңа жылдан кейін жазға дейін, енді 300 подписчик жазға дейін. И сосын дамып, короче, сол. Мынаны құлаттым, басына хэт беріп. Сосын видеолар дауысы шыққан, білмеймін, ойынның дауысы вообще шықпаған, түсініп тұр жоқпын ғой. Ладно, іштерің піспасын деп сөйлеп отырайын, енді срезать етсін тез-тез. В общем, осы видеоларды салайын десем, гигабайт жестко көп жейді екен, 2 гигабайт жестко. 2 гигабайт жейді. И сосын қойшы дедім, интернет уже біреу қалды, 1 гигабайт қалды. Қаяққа жетеді ол деймі. Средского семкасы. Короче, мен осылай баратсам, мыналар екеуі жабылып кеткен ғой, емә. Ұят жоқ, кел алмайды ғой. И управлениеде қуып қалды. В общем, сол. Мен осылай кетіп баратсам, артынан келіп атады ғой. Емә, артынан келіп атып жіберді. Енді мен яқта қашам. Емделу керек. Айнадан кіреді ғой. Сообщение жазады маған, надоел. Мына жер очень бомбезный жер ғой, емән аңғарсыңдаршы. Жесткіға. Короче, осы жерде жестко екен. Сразу добивать етіп салу керек, негізі бар ғой. Енді 2-1 мен өйстіп ойнайын. Екіншіде hello дейсің да. What? Короче, міне менде пинг болып отыр, емә. 300-400 отыр. И мына жерде, короче, соның артында қысылып қаламда. Зажиммен ұтып кетесің. Короче, полный мясорубкаға келдік. И енді міне мына жерде урон өтпейді нормально. Маған WhatsApp'тан сообщение жазып отыр. Енді кенгурусың ғой, пинг қудың ғой, короче. Емделіп аласың, короче. Броняң көтеріп аласың. И қыстырып қаласың. Шығып баратсам, в общем, мен бір тишка беріп жүрдім. Зажимать етсем болады, но, блядь. Короче, негізі мен бір тишка өтен алдым. Мыналар жалып отыр просто. Кейде зажимать етіп жүрем. И Ярасыл умер. Ха-ха, деп. Шықты ғой әрең дегенде, ма. Енді бұл жерде қанша стенка қойыпсам көрінер ма? Пинг, мынаны қараңдар. Зажимать етеді сумкасы. Зажимский ғой. Ты чё, менің екінші атым қызы Жаке, 60 еді. Мынау стенкаға қысыр болып қалады. Лох. Ойнап отырмын. Осындай кезде айтяшкада кетпейді ғой, емә. Енді байт еттім. 2-1 байт етесің ғой, ұят жоқ. Дух дейсің ғой, дух дейтін вагон ғой. Емә.
Мына жерде, короче, полный күшім қостым да име жестко. Олар шакалдар ғой. Қанша стенка қойдым. Енді оқтауға бермеді ғой дробашымды. Еще біреуін құлатып үлгересің ғой. Жестко. Урон өтпей қалды мына жақта дұрыстап. Зонамен қысып өлтіріп тастады. Код написать. Просто урон дұрыстап өтпей қалды. Оттяжка да кетпей қалды. Біреуге нок берін көтеріп алады ғой. Басына кеткенде болды енді. Кетпейді ғой. Винчестермен бере алмаймын вообще, ойнай алмаймын. Мынаны қарасаңдаршы, код тауырым WhatsApp бар ғой. Басына енді берейін жоқ бар ғой. WhatsApp кетеді ғой. Енді маған жабылып басталды сразу. Осыдан кейін Жәкені ешкім көрген жоқ. Біреуге сразу нок бересің, и стенка вообще айдалаға қойды, и моим басыма сразу береді ол. Рандомчик. Енді біз қайсыншы 8-ші раунд па 9-ші раундқа келдік уже. Қараңдар. Хайлайт ғой. Короче, намен раз қалдым. И енді зажим мен отам ғой, как всегда. Бека, қызы Бека. Қақыласың. Мұналардың ашуына тиген жақтым бар ғой. Біреу үстінде тұр, біреу астында, үстіндегісі жағасып қоймады ғой. Шош көттің. Басына фул бердік қой. Мені жер түсінген жоқ. Стенкаң ішінен қалай өтіп кеттің ау. Бағана мясорубка бастайын деп отыр ғой. Минди Пинко. Ой, короче, давайте. Синер момент. В общем, грустный YouTube, давайте.